Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті, сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі шамамен 30-80 см. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Шындығында бұл өсімдіктің емге жарар тұсы көп. Видеоның соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, және біздің каналда 97% адам каналға жазылмай көреді екен. Сол себепті каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашаған әрекеттеріңіз бізге шабыт береді. Адыраспан халық арасында белобок, исрік, адыраспан және тағы да басқа атаулармен таныс. Ол орталық Азияда, Ресейде, Европа бөлігінің оңтүстігінде, Кавказда, оңтүстік Европада, солтүстік Африкада, Моңғолияда өседі. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа қолданылады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Және де тұмау өршіген кезде үйді адыраспан түтінімен алыстауды бала күнімізден көріп өскенбіз. Адыраспанның түтіні улы, сондықтан оны микробтар мен вирустарға қарсы дезинфекция ретінде қолданады. Оның түтіні микробтарынан толық жойылуына себеп болады. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге қолданылады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде, безек ауруларында, нерв жүйесінің әлсіреуінде және ұстама ауруларына ем болып саналады екен. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын сығыр тұқымымен қосып демікпен емдеген. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, кекотымен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, оны асқазан сөлінің азаюына, яғни гипоацит гастритін емдейді. Аталған шөптің қайнатындысы және тұнбасы ауруды басып адамды тыныштандырады, сырқатты асқындырмауға, тері шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады, ал қайнатындысы ауыз қуысымен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адамның буыны сырқыраудан, аяқ-қолы қақсаудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, жаншып буынға тарту керек. Және де адыраспанды мал шаруашылығында да кеңінен қолданылады. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ сал ауруы мен паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксипеганин хлориді іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек невралгия, миопия және басқа да жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Адыраспанның пайдасын бұрыннан білген халқымыз күнделікті өмірінде пайдаланған. Кейін қасиетті шөптің емдік қасиеті медицинада дәлелденген. Қазіргі уақытта адыраспаннан жасалған дәрілерді фармакологияда қолданып жүр. Мұндай дәрілер түрлі қабынуларды жазу, зәр айдауды жақсарту, мүше құрттарын өлтіру, қызыл иектің қанауын тежеу, іш ауруын жазуға көмектеседі екен. Адыраспанның тағы бір ерекше шипалық қасиеті өкпе ауруларына ерекше ем. Демікпе, ентікпе, туберкулез сынды әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққан науқастардың айығуына айрықша ықпал етеді. Ұмытшақтыққа, сал ауруына ұшыраған адамдарды да жазады. Оның осы суыққа қабынуға қарсы қабілетіне қарап, бала көтермеген әйелдерді де емдеген екен. Дегенмен жоғарыда айтып өткеніміздей, адыраспан өте улы өсімдік болғандықтан мөлшеріне сақтықпен қарау керек. Мәселен, сабағы мен жапырағынан 4-8 граммнан, ал тұқымынан 0,1-0,5 грамм мөлшерімен асырмаған жөн. Сонымен бірге қолөнерде адыраспанды ұзақ қайнатып, күрең қызыл бояу алған.
Ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда киіздің қасында көз тимесін деп адыраспан және қызыл түсті мата төсеген. Алайда адыраспан улы өсімдік ашыққан кезде сиыр мен жылқы жеп тыныстары тарылып уланған сәттерде тіркелген деседі. Ал тұмаудың симптомдарынан шөп жойып жібереді деген сөз емес, бірақ дала шөбінің иммундық жүйе жұмысын жақсартуға, кейбір инфекциялық жеңіл ауруларды жоюға қауқарлы екенін жоққа шығармайды. Жалпы жоғарыда айтып өткеніміздей, адыраспанды аластау мақсатында қолданамыз. Әсіресе сәбидің бесігін, суық тигенде, тіл көз тигенде, жаңа үйге қоныс аударғанда, келін түскенде адыраспанмен аластап жатады. Шығыс қазақ халқы ұғымында адыраспанның киесі бар деп аяқ астын тастамаған, бәле жаладан сақтайды деп кереге басына іліп қойған. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен алыстаған. Сонымен қатар жын шайтандарды тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып үйді аластайтын болған. Халықтың емдік шөппен үй ауасын тазартуы көңілге қонымды. Алайда адыраспанмен аластау ел арасында әлі күнге дейін жалғасып келеді. Адыраспанды дезинфекция ретінде қолдану шариғатымызда ешқайшы келмейді. Алайда оны үйдің босағасына іліп жын шайтаннан сақтайды деп сену дұрыс емес. Жүздеген жылдары бойы ата-бабамыз қолданыста ұстаған дертіне дауа болған адыраспанның жоғарыда аталған сырқаттарға пайдасы бар ақиқат. Бірақ осы сәттегі аурулардың алдын алуда тазалық пен жеке бас гигиенасын сақтаудан асқан профилактика жоқ екені дәлелденіп отыр. Халқымыз адыраспанды ерекше қасиетті, киелі өсімдік деп ерекше мән берген, тіпті өсімдікті жұларда оны айрықша әдеппен де жұлған. Қорыта айтқанда, денсаулық жаратқанның адамға берген аманаты. Сондықтан да ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеп, ол үшін алысқа бармай-ақ өз елімізде өсетін, бәрімізге бірдей қолжетімді табиғаттың ерекше сыйы, өсімдіктер әлемін қорғайық және денсаулыққа пайдалы жағын ұтымды пайдалана білейік. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.